Ал балалар, адам бойында бір жақсы қасиеттер болады екен. Сол қасиетті біз өзіміздің бастарында атымызбен айтып көрейікші. Мысалы, мен әселмін, әдемімін. Мен Жанболатым, жомартпын. Мен Бегінам, бақыттым. Мен Үнжумін, Үнжум, Маржанмын. Мен Бағжанмын. Мен Дианамын, Дарлымын. Мен Кәусармын, көркеммін. Мен Нұркелдімін, нұрлымын. Мен Ақтытымын, ақылдымын. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Фигурамен өздерің қалаған фигураларыңды алып топқа бөлінеміз. Ал балалар, топқа бөліндік. Мен бірінші қатарға білімділер деп ат қоямын. Топтың аты. Екінші қатар талаптылар. Үшінші қатар әдептілер. Ал балалар, қазір біз Абай атаны еске түсіріп, постер қорғап жіберейікші. Абай ата кім екен? Біз 2-ші класста танысып өткенбіз. Я? Абай атамызды білеміз. Ол кім? Қандай адам екен? Тез-тез топтастырып жібереміз. Абай Құнанбаев ұлы ақын 45 қара сөзі бар. Жазушы, Семей өңірінде туылған. Абай Құнанбаев ақын, ұлы ақын, ғылым таппай мақтанбай әні бар. Аудармашы. Жарайды, жақсы. Абай Құнанбаев ұлы ақын, Семей өңірінде туылған ақын, аудармашы. Бас бармақпен бағалайықшы, қалай жауап берді? Қолымызбен. Екінші қатарды бағалаймыз, екі қатар. Үшінші қатарды бағалаймыз. Балалар, мен әр топты енді мен жұлдызшамен бағалаймын. Бірінші топ өте жақсы жауап берді. Екінші топ, үшінші топ. Ал балалар, қазір алдымызға мақсат құрдық, критерийін құрып алдық. Енді Абай туралы постер қорғаймыз. Абай туралы не білеміз? Ойымызда не бар? Біз таныспыз 2-ші класстан бері Абай туралы. Балалар, қазір мен сендерге тапсырма берем. Қарама-қарсы сөзін табамыз. Өнерлі, өнерсіз, жалқау, еңбекқор, жомарт, сараң, өтірік, шыншыл дейді, дұрыс па? Ал өзімізді иығымыздан қағып қояқшы. Өте дұрыс жауап берді. Жұлдызшамен бағалайын. 2-ші қатар, 3-ші қатар. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымызды ашайық. Абайдың қара сөзін ішін. Тізбектеп оқимыз. Абайдың 38-ші қара сөзін тізбектеп оқимыз. Надандық білім ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік гүлі дүниедегі өнердің дұшпаны. Осы жерде хисабында деген сөз бар. Сөздік, түсініксіз сөз. Хисабында деген қандай мағына білдіреді екен? Қатарында және есебінде деген мағынаны білдіреді. Ал балалар, міне Абай атамның жатқылықтарын айттық, я? Айтып санамалар өттік. Енді сол жатқылықтарды ым-ишарамен кім маған көрсетіп береді? Келе hocam. Осы жатқылықтарды біреуін ғана ым-ишарамен сөйлемей көрсетеміз. Қандай сөзді айтты деп ойлайсыңдар? Жалқаулық. Жалқаулық. Өте керемет. От шашумен бағалап берейік. Ал балалар, біз жаңа қарама-қарсы сөз таптық. Бір сөзбен білімсіз, өнерсізді не деп айтамыз? Бір сөзбен надандық дейміз. Жалқау, сараңды бір сөзбен не деп айтамыз? Өтірікші, әдепсізді бір сөз. Балалар, қараңдар. Надандық. Бірінші топ сендерге надан. Надандыққа не жатады екен? Стикерге жазамыз да тез-тез жабыстырамыз. Екінші қатар.
Залымдыққа не жатады? Стикер. Үшінші қатар сендерге еріншектікке не жатады екен? Тез табамызды жазамыз. Бірінші қатар дұрыс тапты. Екінші қатар. Еріншек адам залымдық бар баласын білім алмайды. Адам адамнан бөлініп шығады екен. Егер біз дұшпан болсақ бір-бірімізге өте дұрыс. Балалар, от шашумен бағалап қойықшы. Қайтадан. Жарайсыздар, керемет, өте жақсы жауап бердіңдер. Балалар, енді келесі кезекте мен қазір сендерге не таратып берем? Кесте таратып берем. Сол кестенің ішін толтырасыңдар. Білімсіз, жалқау. Еріншекке жалқаулық жатады екен, залымдыққа не жатады екен? Өнерсіз жатады екен. Надандыққа білімсіз жатады, еріншекке жалқау, залымдыққа депсіз. Залымдыққа өтірікші, надандыққа білімсіз, еріншекке жалқау. Дұрыс па балалар? Иә. Ал балалар, қазір біз жүктік жұмыс жасаймыз. Жүктік жұмыс сұраққа жауап береміз. Абай Құнанбаевтың өмірі, шығармашылығы туралы бір-бірімізге сұрақ қою арқылы. Бұрыннан қандай тапсырма білуші едіңдер? Бүгін қандай мәлімет алдыңдар, жаңа мәлімет? Соны осы сызбаның ішіне түсіреміз. Ал, кеттік, бастаймыз, топтар. Ал балалар, қазір біз Абайдың көзімнің қарасын әнін айтып көрейікші. Шаршаған шығармыз, я? Бір ән айтып жүйелеймін. Бір ендеш. Көзімнің қарасы, көзімнің санасы, бір дейді іштегі ғашықтың жарасы. Бір дейді іштегі ғашықтың жарасы. Өте керемет балалар, рахмет. Міне бір серіліп қалды, я? Өте керемет айтты. Ал балалар, бүгін сабақты не түсіндіңдер? Сабақтан не алып шықтыңдар? Қазір өз ойларымен бөлісіңдер. Бүгін сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабақ өте ұнады. Өйткені біз бүгін Абайдың қара сөзін үйрендік. Біз бүгін Абайдың 38-ші қара сөзін оқыдық. Не туралы екен? Надандық, залымдық, еріншектік туралы екен. Ал балалар, үйге 6-шы тапсырманы орындап келеміз. Тақырыбын және жоспарын құрасыңдар, қандай көрнектіліктер жататынын жазып бересіңдер. Қазір балалар, енді бүгінгі сабақты қорытындылайықшы. Біз не білдік? Егер саған осы сабақ ұнап, керекті нәрсеңді сен сандықшаға сал, керек емес нәрсеңді қоқыс жәшігіне саламыз. Абай ата айтқан жат қылықтарды санамалап жазып шығыңдар. Қандай сөз керек емес бізге? Ал балалар, бүгін мен сендерді білім кітабымен бағалағым келіп тұр. Біз қандай білімді көрсеттік, біз қандай білімді көрсеттік. Сол үшін сендерді білім кітабымен бағалағым келіп тұр. Бүгін сабаққа өте тамаша жауап берілді.